Поприветствовали. Правила знаете, не нарушаем. Слушаем мою команду внимательно. После команды «Стоп» прекращаем все действия. Покажите красивый, честный бой. По углам. Қос жеңілмеген проспект. Зокиров бізде 2-0, Әзімбаев 3-0 деген көрсеткіштің егері. Біздің андеркартта жиі кездесетін құбылыс, иә? Жеңілмеген проспекттердің жекпе-жегі. Міне кезекті қос талант. Кеттік. Первый раунд. Алғашқы раунд. Бұл бізде жартылай жеңіл салмақ. Өте бойшаң әрі денелі жігіттер бұл салмақ үшін негізінен. Атлетизм бар екені бірден ақ аңғарылып тұр. Калф-киктерден бастап отыр. Сардорбек Рузиев. Шохрух Зокиров, кешіңдер. Первый размен в начале дебютного раунда. Ұзаққа созбай бірден кірісті ғой жігіттер. Таза, міне таза соққы алмасы ол. Әзімбаев сәл бойшаңдау, қолды ұзын. Проверка борьбы от Азимбаева. Қателесті қараңыздар. Провалил своего оппонента Зокиров и забирает спину. Маша қараңыздар. Бекман және шпұрышта жабылды денесіне қараңыздар. Жақсылап алған, қазір жағдай қиындайды енді. Шынымен де не көздеді? Басқа әдіс жасайым деп қателесті. Зокиров бұл жерде. Қандайча? Ақша қайтарылып келет? Андан да көп интернет. Ешқандай комиссия жоқ? Ооа, ақша қайтарылып келет. Виза карталары бойынша 2% кэшбэк. Интернет көбірек болады. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болса жөн ғана жоғалып кетет. Мой О тіркемесінде О Праймды қосып алыңыз. 90 күн бойы ақысыз. О Прайм күн сайын пайдалы. Бекмаунтты босатып жібереді, міне қалай қалды. Енді керісінше, Әзімбаевтың өзі қарсы шабуылға көшті. Енді қырғыз жігіттері дәл осындай күреске жақын келеді. Соңғы тенденциялар байқасаңыздар, Қырғызстан ММА-ін қарасаңыздар, бұл елдің қазір ерекшелігі деуге болатын шығар, стиль жағынан. Орта қарқында дәл осындай ММА күресте өте мықты жігіттер көп. Әсіресе осындай жас проспекттер арасында. Да, с рекордом 2-0, 3-0 здесь. Шея осталась в захвате. Шанс для Шохруха. Міне қазір Зокирова. Аза мойындалған екен. Шаршамаған Зокиров тоқындыра алады ма? Тоқындырып жатыр, қараңыздар. Шыдауға болады. Зокиров аяққа тұрып, міне қазір иықпен қарсыласын басып барынша ауа жұта алатындай бір кеңістік алып алмақшы. Көп күшті талап ететін әдіс әрине. Зокиров ұзақ жата алмайтын анық қазір. Әзімбаев Перетерпел здесь. Шыдап берді. Қайнар. Зокировта сезген болу керек. Бұдан түк шықпайтын бас тартты. Көп күш салмау керек. Бұндай әдістерге өзі де біліп отыр. Бұндай жекпе-жектерін біз талайын көрдік. Бір әдіске көп күш салып қойып, сосын 3 раунд бойы дым жасай алмай шаршап жүрген жігіттерді. Ол спортшылардың тегін демеу үшін әрине қазір Зокиров жібере салды дер кезінде. Ал енді қарбалас күрес басталады. Позиция еншілеу. Да, продолжает контролировать своего оппонента в партере. Қайнар, удар необходимо наносить здесь, да, вот активность побольше. Бір аяқты шығарып алып бұрылуға тырысты, бірақ қараңыздар. Әзімбаев тіпті тіземен бүйірден соққы салған болу керек бұл жерде. Бірақ біртіндеп Зокировқа жағдайын біраз сатып алды. Шохрух енді аяққа тұруды көздейді, ал басып отыр. Әзімбаев бар салмақпен басып отыр, кеңістік бермейді. Отключил здесь, схватил, нет, высвободился. Освободился, точнее, от захвата. Шохрух. Зокиров. Сгрузит, нависает на своем оппоненте. Азимбаев, Қайнар. Казалось бы, работы мало выполняется, но здесь всей своей массой тела просто висит на спине своего оппонента. Изматывает своего соперника и заправляет руку. Минута остается.
Бэкмаунта пока что полноценного нет. Пытается здесь просунуть, кажется, ногу, да, но... Тіпті қолмен қазір көмектесіп отырсыз, Ал үшбұрыш болуы мүмкін қолмен, жоқ, болмайды. Тәуекел еткен жоқ бұл жерде. Қайнар. Так или иначе, боковой контроль есть. Иә. Кім болмағанда қарсылас астында ұстап қалу болды басқа бір. Қатты бір тәуекел етудің қажет жоқ екен. Әзімбаев те түсініп отыр. Раундтың соңына дейін позицияны сақтап қалу керек болды. Бар болған сол. Локти подключил здесь в партере. Азимбаев, Қайнар. Өте ауыр соққы қазір. Дер кезінде салған. Раундтың соңына дейін әрине басып отырады, қысым көрсетеді. Шохрух Зокиров қандай күйде екен бұндай қысымнан кейін? Қандай күйде болады? Міне тағы да мойындалды. Соңғы секундтарға дейін болмайды. Қайнар Әзімбаев әрбір секундта мерзімнен бұрын жеңісті көздеп отырады. Ерен. Раунд аяқталды. Қазір екінші раунд солға. Қателік. Қателіктің орны қаншалықты. Толтыра алады, көретін боламыз. Опоңды позиция ала тұрады. Бір қателесіп Әзімбаев. Оверхендом залетел. Зокиров. Басты алға шығарып алды, қазір Әзімбаев. Разрез ударит справа. Шахрух. Біраз шаршағанда, қарсыластың астында жатыр. Зокиров қазір құрысынан қимылынан ақ байқауға болады. Движением сразу же видно. Өтті Левым достал. Күресуге күш аздау, әрине жасырмады. Проход был, конечно, опасный. Очень повезло, что уставший уже Закиров. Бірінші раундта әбден шаршатты енді мұжғылап қарсылас. Әзімбаев. Міне қазір екінші раундта да сол әдетіне басады әрине. Қазір Шохрух одан бетер шаршаған. Қайнар строго работает по плану, я так понимаю. Любой возможности перевод, партер, контроль, ground and pound, работа и выход на сабмишн. Причем темп поединка около средний, скажем так. Бұндай мәнер Қайнарға ыңғайлы. Орта бір қарқынды осындай ұстанып, байланып, күресе берсе болды. Зокировтың қазір көріп отырсыздар, енді тек қана қорғануға мұршасы қалған екен. Айтарлықтай бір шабуыл жасап жатқан жоқ. Қазір тек қана қорғану. Міне аяққа тұрғанның өзінде де қазір әлде бас тұрады. Қарсыластың салмағын өзіне салуға мәжбүр. Готовит, мне кажется, РНС, да? Қайнар Әзімбаев. Біртіндеп қазір. Өте жақсы жұмыс атқарып шықты негізінде Қайнар. Қарсыласты өз салмағын көтеруге мәжбүрлеп, міне бір жарым раундтың ішінде функционалдық даярлығын күл-талқан етті десек те болатын шығар. Тыныс алуынан, іс-қимылынан ақ байқауға болады. Ой, тамаша. Ал бұл жерде қателесуі мүмкін. Әзімбаев, Зокиров барынша қолданып қазір қарсылас астына салып алуға тырысады. Тамаша, міне, бар. Бірақ нәтиже шығарады деген сөз емес қазір. Зокиров өзі қарсы шабуылға көшу керек. Бэкмаунт. Оқтай алған жоқ. Aylandı, çaptımınga aylandı. Çap, üstüge çap. Қай алады? Қай алма. Да, не удалось его. Шохруха. Осындай арпалыс кезінде сезіледі, қаншалықты екеуінің. Еще к тому оставшему Закирову еще Азимбаев добавляет удара по корпусу колена. Ал бір аяқтан алған Қайнар. Тейкдаун бар, және енді мына жерден қылқындырады дегенге сену қиын, шыны керек. Шохрух. Оп-оңай басты шығарып та алды.
Тымсыл бар. Сокрух. Пытается снизу атаковать, выходит на армбар, готовит рычаг. Я, бірақ бұдан ешқандай да бір пайда шығып жатқан жоқ. Қазір бұрылып көрді. Ал көрейік. Тағы да армбар, енді бұндай әдістермен таңғалдыру қиын болар, бермейді қолды. Еш қиындықсыз. Әзімбаевты алып тастады. Бұл кеткен жоқ. Ары қарай қысым көрсетуді жалғастырады. Раундтың соңына дейін ұстап қалса да болады. Ketadi. Тамаша. Активность, бойцы. Концовка. Yaxshi. Burunga uring. Jo'shqinroq ishlang. Соңғы секундтарда әрине қарқынды бір көтеріп қалу керек. Раунд аяқталды. Бұл раундта сөзсіз қырғызстандық спортшы Шохрух Зокиров үшін дәл осындай ұранмен басталатын шығар үшінші раунд. 2 раунд ұтылды сөзсіз. Күйі онша емес, енді көріп тұрсыздар. Қазір енді бір соққыға үміт арту керек. Күресте шама жетпейді, бұны түсіну керек. Күрес көп күшті функционалдық даярлыққа қажет етеді. Ал Әзімбаев бұл кетпейді, міне қараңыздар. Да, Қайнар работает по своему плану. Все так же. Найдет сейчас возможность для перевода и будет мучить своего оппонента в партере. Я жеңістің кілтін тапты ғой. Әзімбаев, әрине сөзсіз. Велосипед ойлап табудың қажеті жоқ бұл жерде. Дер кезінде күресіп кету, бірақ әзірше қараңыздар. Әзімбаев аяқта тұрып айқасуды жөн көрген екен. Әрине, Зокиров қазір қауіпті емес. 2 раунд бойы мыжғылап шаршатқаннан кейін әрине қауіпті емес. Қауіп сезбейді қалай дегенмен. Әзімбаев, осыдан бастайық, қарсыласынан қауіп сезіп тұрған жоқ. Сондықтан неге аяқта тұрып айқаспасқа, 1-2 минут жүріп күресіп кетуге де болады. Күтіп ал. Абуллауға мәжбүр. Азимаев также устал, видимо. Тяжело уже дышит. Бэкфист. Дөп тиді. Возможно, 3-й раунд и без борьбы пройдет для Қайнара. Тамаша. Аяқта тұрып айқасқан кезде сәл-сәл теңесе бастағандай жағдай. Тым алыстан. Сылбыр қимылдары бірден аңғартып көрсетіп қояды шабуылдарын. Шохрух көріп ақ тұр барлығы. Әзімбаев міне 2 минут өтті. Күреске әлі ешкім кірген. Міне қызық. Да, к 3-му раунду решили силы свои сэкономить и вообще не проходить, либо же под конец раунда, возможно, это пройдет ноги, возможно, это будет и Қайнар, кстати. Чтобы забрать вот, как и сейчас, со второй половины раунда. Бір аяқтан алып құлат алды, бірақ қараңыздар. Өрмелеп қазір шығып алуға болады. Зокиров бар үшін осыған салу керек ең алдымен. Болмайды. Забрать бэкмаунт. Бастан алып алды, қараңыздар. Әзімбаев болмайды деген сөз бэкмаунт. Қазір тіпті керісінше Шохрух қарсыласының астына түсіп қалуы мүмкін. Не удалось. Күрестің басты қағидаларының бірі. Қарсыласының басы қай жаққа кетсе, денесі де сол жаққа кетеді. Қазір Әзімбаев тәптеуір соны қолданды. Бастан ұстапты. Қарсыласының бір өңгеріп алды астына. Болды енді. Ары қарай үйреншікті сценарий. Көзіміз үйреніп кетті бұған дейін. 2 раунд бойы көрдік. Әзімбаев қазір сондай бір жоғары қарқын көрсетпесе де, белсенді болады партияда, әрине. Тамаша, міне тағы. Тиіп жатқан соққылар қауіп төндіруді біледі. Әрі қарсыласына қарағанда тың шаршамаған. Сондықтан шабуылды тоқтатпайды. Тамаша, міне бір қолды қысып алған. Да, включил здесь руку, контролирует ее. Қорғану өте қиын. Зокиров үшін 1 минут.
Бұл жерде енді тек қана мерзімнен бұрын аяқтай алады ма Қайнар Әзімбаев бұл жекпе-жекті деген сұрақ туындайды. Жалпы жеңімпаз кім деген сұраққа жауап беріп те қойдық. Төрешілердің шешімі бір ауыздан болу керек. Еш мүмкіншілік бермеді қарсыласына. Қырғызстандық спортшы. Ал Меньше минуты тем временем остается до окончания поединка. соңғы секундтар. Тейкдаун жасап кетеді. Тіпті, иә, қазір шынтақты да салып көрді. Мына жерден бірдеңе шығуы мүмкін, шынымен де. Иә, Әзімбаевта. Шайшай бастағаны көрініп тұр. 3 раунд бойы күресу оңай емес. Иә, екі тізені қосуға тырысып отыр. Соңғы секундтар. Тамаша, және бір қарқынды көтереді әрине соңғы секундтарда. Бұл раундты да сөзсіз Қайнарға беруге болады. Иә, осылайша Единогласным решением судей победу одержал Қайнар Азимбаев! Какие ощущения после победы? Ассаламу алейкум, Алмата. Ощущения мощные. В первую очередь хочу поблагодарить своих родителей. Мам, пап, братья, бабушка, сестра. Всех люблю. Кыргызстан, ассаламу алейкум. Всем тем, кто поддерживает меня, огромное спасибо. Также моему тренеру Фаруху Абдуаджапару огромную благодарность. Моему другу Трусбеку. И также моему тренеру Мухаммаду Аттукуру огромное спасибо. Бирлан Мойдунов, вам тоже огромное спасибо. Телек Папалан Фагай, вам тоже огромное. Всем здесь, кто меня поддерживает, вам огромная благодарность. Также Нурадин ага, Исатай ага, вам, Султан ага, всем огромное спасибо за то, что дали мне такую возможность. Я очень долго ждал. И 66, я здесь. Изучайте меня. Ведь вам придется скоро со мной драться. Постепенно смотрите мои бои. Лига Октагон, огромная благодарность. Всем, кого я забыл, всем огромное спасибо. Моим родине, Кыргызстане, также Алматова, огромное спасибо. Сопернику тоже огромная благодарность. Очень хороший боец. Извиняюсь за то, что немножко проболтался. Просто очень поддерживает меня, поэтому немножко поговорил с ними. Вам огромное спасибо. К любым вызовам, иншалла, я готов. Извиняюсь, забыл. Есть вопрос. Беспроигрышная серия продолжается. Кто следующий? Кому ты хочешь бросить вызов? Я к любым вызовам готов. Матчмейкер кого дадут, и с ним буду драться.